Ассалаумағалейкум достар, бүгін біз балыққа шығайын жатырмыз. Бақыт есімді жолдас жігіт шақырып еді, өзінің фореліне балықтар бар деген көреміз бар. Асанмен сарсанмен қарастырып, соған дайындалып бара жатырмыз. Китайский кукуруздан біреу алдым, запаска, тағы біреу бар сумкамда. Китайский сетка и корм для сазана алдым. Көреміз енді, қазір екі буканнан алып дайындап істеп көреміз. Шелегіміз бар, жаман шелек балыққа арналған. Екі столым бар. Арқамда тамағым бар. Соған дайындалып қазір келеді. Үйдің алды балыққа дайындалып отырмыз. Салағасы. Көктем болып тұрған сияқты шөптеріміз. Бірақ бүгін декабрьдің 2-сі. Күн жаман суық. Қол деген қатты болды. Видео түсіруге желание болмады. Қыстыгүні балыққа шығуға жүрген бірақ бірінші қыста балыққа шықтым. Қадап қойдым бірдеңе. Мен оқым бір ағаш ақпадым мұз. Өзін ақтап жүрім десей. Бейзат кетті аралап. Біраз көріп жүрмін. Осындай әдемі жер. Тамақтың деміз алып. Күн суық. Біз әлеп отырмыз. Ой, қыстыгүні балыққа шыққанын. Осының екінші жері көрдік. Бірінші Рабат жақта бір жерді көрдік. Ол жерді қайтарып кішкене бір түртіп едік. Ақжар жақтан келіп едік. Анау басында бір сағат өтдік. Түрткен де жоқ. Енді ана жаққа келдік. Бұл жерде әлі. Осындай рабочий қол. Үй болдық, қолым бір қатты. Күн суық үшін қар майлап жауып отыр. Бұл видеомыз кішкене қысқарған сұрада ойнатты екен. Қол шешіп бір видео түсіруге де. Маны не аласың? Жоғырайсың. Жақсы видео контент түсіре қойық деп едік. Болмады енді. Жұрттардың видеосын көріп жатсаң, балықтар қиналып отқандарын түсіреді. Бізде ондай жағдай болған жоқ. Тым қиналып отқан жоқпыз. Тек әшейін жоғарып отырық. Қар ұшқында бар, жайлап. Бесатты шашады олда. Не деген? Әдем жер екен. Балық бар болса барша. Бізде түскен жоқ. Осына аржанда көкпар болып отыр. Осы аржанда қырдың аржында. Ажар дейтін ағыл мұнау. Жетісай Чекпен жолы. Ешқандай өзгеріс болған жоқ. Китайский кукуруз ағамыз. Болғанда сөз болған жоқ. Корм істеп тастадық, қыряқта кормить ету үшін.